Кешіріңіздер. Болды ма запись? Қайырлы күн, құрметті оқушылар және біздің ұстаздар. Бүгінгі бәрін білгім келеді деген интеллектуалды ойынына қош келдіңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Ойынның ережесі оқушылар. Біреуміз сөйлегенде қазір ретімен таныстырып өтеміз ғой. Сол бірінші айналымда бір-бірден ғана сұрақ беріледі барлық айналымда. Сонда басқа бала жауап бермей, сол нені сақтаңыздар. Жауап беретін баланың микрофоны ашық тұрсын сол кезде. Ал сәттілік. Біздің негізгі тақырыбымыз қызықты грамматика. Қазақ тілі сабағынан сәттілік. Көрініп отыр ғой. Құрметті балалар, бәрін білгім келеді ойынын ашық деп жариялаймыз. Төленіп Жәнібекке сұрақ. Жәнібекке сұрақ. 10-шы тапсырманың номері, реті астында бал жазылған. Сондықтан мына ретімен біз балаларға сұрақ беріп отырамыз. Жәнібекке сұрақ. 10-шы тапсырма. Дайын отырамыз. Жылдам жауап береміз. У дыбысы дауыссыз болатын сөзді ата. Сусын, уақыт, жетісу. Жылдам. 30 секунд. У дыбысы дауыссыз болатын уақытты қасындағы адам айтпаймыз. Жауабыңыз дұрыс, тамаша, ұпай сіздікі. Келесі оқушы Айшаға беріледі. 20-шы тапсырма номері сұрағы. Дыбыссыз әріптерді тап. Жылдам. Тезірек. А жауабы көрейік. Жауабыңыз дұрыс, керемет Айша, ұпай сіздікі. Ата-анасы келер келтірсе, ұпайды алып тастаймыз. Келесі бала? Еламан. 30-шы тапсырманың сұрағын саған бағытталады. Дұрыс жазылған сөзді тап. Ата-анасы айтпаймыз. Тезірек. Еламан. Жауап бар ма? Уақыт өтіп бара жатыр. Жауап жоқ па? Жоқ. Жауап жоқ дейді. Жауап жоқ болса, мен өзіме аламын ол бағаны, иә? Әлде ойынды жалғастырайық, жарайды. Келесі. Осман, Таңшолпан. 40-шы номерлі тапсырма. Сұлу сөзіне мәндес сөздерді тап. Әдепті, ибалы, қыз, бала, әдемі, көркем. Тезірек. Сұлу сөзіне мәндес сөздер табамыз. Әдепті, ибалы, қыз, бала, әдемі, көркем. Уақыт өтіп бара жатыр. Жәнібек қолын өтеді. Тез. Жауап бар ма? Б жауабы. Көрейік. Сіз қателестіңіз, ұпай жоғалтып алдыңыз, өкінішке орай. Келесі оқушы дайын отырамыз. 50-ші номер Аяулым. Аяулым естіп отырмыз ба? Түбір сөзді тап, сызғыш, сазсырнай, домбыра. Аяулым бар ма? Сызғыш, сазсырнай, домбыра. Аяулым. Жауап бар ма? Кім жауап бере алмайды? Жауап жоқ деп айтамыз. Басқа бала жауап беруге болмайды. Бірінші айналым бір-бірден. Жауап бар ма? Түбір сөзді тап. Жоқ. Жоқ па жауап? Жауап жоқ дейді. Уақыт кетіп бара жатыр. Келесі Нұрайым. 60-шы номерлі сұрақ. Сұраулы сөйлемді тап. Олар ауылда тұра ма? Сабақтан кешікпе? Әжем келді.
Сұраулы сөйлемді тап. Тез. Олар ауылда тұра ма? Сабақтан кешікпе? Әжем келді. Нұрайым, жауап бар ма? Әжем келді. Әжем келді дейді, көрейік. Кім сөйлеп тұр? Оны аяғын сөйлеп тұрған. Аяулым, сен айтып тұрсың ба? Нұрайымның жауабы. Сен неге Нұрайым үшін жауап бердің? Ол енді саналмайды. Яғни саған саналмайды. Енді келесі. Келесі айналым. Келесі. Жоқ. Келесі. Біз кешігіп келдіңіз, кешіріңіз. 70 номерлі, иә? Кешігіп келдік. Аяулым бағана кірген. Аяулым. Мынау кім кешігіп келген? Атыңды айта ғой. Аты жөндеріңізді айтыңыздар, кешігіп. Атыңды айт, мен демей. Сау аяулым. Аяулым, енді саған сұрақ. Дұрыс тасымалданған сөзді ата. Тез айтамыз. Тың айтқыш, тың айтқыш, тың айтқыш. Айта ғой. Қайсы? Тың айтқыш. Асы. Нәрсе деп екі рет болып кетті. Ау. Қайсы? Бірінші, екінші, үшінші. Тың айтқыш. Тың айтқыш. Екінші. Нау? Екінші дейді. Дұрыс емес екен, иә? Яғни бұл жерде тың айтқыш болады. Келесі, кім бізде кешігіп келген айтпаған? В деген екі шығып тұр ғой сіздерде. Барлық балалар Екі, Раушан апай, сіздерде екі В шығып тұрған жерде. Жоқ, Жоқ, ол бірінші, екінші, үшінші деп айтты. Бірінші, екінші, үшінші деп айттым, аздап қателес кеттік енді. Тың айтқыш болады дұрысы. Келесі, осы бірінші турдағы барлық балалар 8 бала жауап берді ме? Кім айтпай қалды? Айтпай қалған балалар бар ма? Барлықтарыңыз жауап бердіңіздер, е балалар? Онда екінші турға көшеміз. Екінші турымызда 20 балдан жинаймыз. Енді келесі қайтадан кім? Жәнібектен бастаймыз. Жәнібек, саған 90 номерлі сұрақ. Бал 20. Дыбыстардан құралады, белгілі бір мағынасы бар. Ол не? Буын, сөз, сөйлем. Дыбыстардан құралады, белгілі бір мағынасы бар. Ол не? Сөз. Өте жақсы, көрейік. Жауабыңыз дұрыс, өте жақсы. Ұпай, Жәнібек, сіздікі. Келесі оқушы. Айша, сенде 100 номерлі тапсырма, бал 20. Айша бар ма? Иә. Ал, Айша, тыңдай ғой. Дауыссыз дыбыстар қалай бөлінеді? Жуан жіңішке дауысты, дыбыс әріп буын, қатаң ұяң үнді. Қатаң ұяң үнді. Жауабыңыз дұрыс, құттықтаймыз. Ұпай сіздікі. Келесі оқушы. Таңшолпан. Еламан, 101 тапсырма. Дайындал, 20 ұпай сенікі болуы мүмкін. Үнді дауыссыз дыбыстарды тап. Қайсы деп ойлайсың? Л-м-н, р-у, а-о. Бұсы. У, б, в, г, д, ж, з. Қайсы? А, б, в. Бұсы. Б? Б. Мынау ма? Ой, қателестіңіз. Яғни үнді дауыссыз дыбыс ол қандай еді? Қайталау керек. Келесі 102 тапсырма. Таңшолпан. Таңшолпан, дайындаламыз бар ма Таңшолпан? 20 балл. 20 балл жинаймыз. Қай сөздерде Ү және Ү әріптері артық жазылған? Ыдыс, ілгіш, ылғал, ірімшік, ұрас, лезде. Бірінші, екінші, үшінші. Жылдам. Қай сөздерде Ү және Ү әріптері артық жазылған? Жауап бар ма? Фысында артық. В-ма, Б-ма? Балалар, айтпай отырамыз басқаларың. В-ма, Б-ма? Вагон ба, барабан ба, қайсысы? Бірінші, екінші, үшінші. Естілмей жатыр балалар бізге. Тезірек. Басқа оқушы кедергі жасамаймыз. Жауап жоқ па? А ма?
Бар. А. Қателестіңіз, ұпай жоғалттыңыз дейді. Келесі 103-ші тапсырма. Кім? Тау аяулым. Аяулым, дайындала ғой. Өлеңнен мағынасы әртүрлі сөзді тап. Яғни жазылуы бір, мағынасы әртүрлі. Жаз келді де құлпырды, жаз көрпені кісі күт. Қырқаларға гүл тұнды, қонақ келсе үйге құт. Жаз әріпті сандарды, жазу өнер сындарлы. Кісі, гүл, жаз дейді. Тамаша, ұпай сіздікі, жауабыңыз дұрыс. Келесі. Нұрайым бар ма? Нұрайым 104-ші тапсырма. 20 балл. Бар ма Нұрайым? Жауап бермедіңдер, е? Бар ма Нұрайым? Жоқ қой дейм, е? Онда келесі кім? Бітті ме? Балалар, осымен бізде екінші айналым аяқталды. Енді үшінші айналымға келеміз. Мұнда қоржынымызға 30 балдан келеді. 107-ші тапсырма. Жәнібек. Дайындаламыз. 30 бал. Сөйлем дегеніміз не? Әріптерден құралады, аяқталған ойды білдіреді, белгілі бір мағынасы бар сөз. Жәнібек. Сөйлем дегеніміз не? Әріптерден құралады, аяқталған ойды білдіреді, белгілі бір мағынасы бар. Аяқталған ойды білдіреді. Тамаша, өте жақсы. Бай сіздікі. Келесі. 108-ші тапсырманың Айшаға бағытталады. 30 ұпай сіздікі болады. Оқиғаны ретімен баяндайтын мәтін қалай аталады? Әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Айша. Айша бар ма? Бар. Айша жауап бере ғой. Оқиғаны ретімен баяндайтын мәтін қалай аталады? А жауабы дедің ба? Әңгімелеу. Әңгімелеу. Жауабыңыз дұрыс, керемет. Ұпай сіздікі. Келесі 109-ші тапсырма Еламанға арналады. Еламан, дайындаламыз. Қосымшаның неше түрі бар? 1, 3, 2. Қосымшаның неше түрі бар? Еламан. Осы. Санын айта ғой. Ау, 3. Қателестіңіз, ұпай жоғалттыңыз дейді. Сонымен Таңшолпан ғана? 30 балдық па? Таңшолпан, дайындаламыз. Жалғау дегеніміз не? Жаңа сөз тудыратын қосымша, сөздің одан әрі бөлінбейтін бөлігі, сөз бен сөзді байланыстыратын қосымша. Сөз бен сөзді байланыстыратын қосымша. Керемет. Ұпай сіздікі. Аяулым. 111-ші тапсырма. 30 балды көрейік. Бұл тапсырманы қалай атайды дейді. Осындай тапсырма сендерде кітаптарында көп кездеседі. Қалай аталынады? Сөз жұмбақ, ребус, жаңылтпаш. Ребус. Негізі ребус, е? Жауабыңыз дұрыс. Өте жақсы, керемет. Нұрайым жоқ. Нұрайымның сұрағын ашпаймыз. Болды, е? Бізде 60 бал. 60 бал мен Жәнібек пен Айша 60 бал. Екеуі бірге шықсын. Бірге шығып тұр. Таңшолпанда 30 бал, Аяулымда 50 бал. Сонда келесі тұрға қорытынды тұрға Жәнібек пен Айша шықсын. Жәнібек пен Айша шығады, екеуінде де 60 балдан жиналып тұр екен. Қалғаны балалар көрермен боламыз.
Жәнібек, дайындаламыз. 112-ші тапсырма. Мақал сөздің мәйегі. Адамның қай мүшесі қорқақ, қай мүшесі батыр? Жәнібек барсың ба? Көз. Құлақ, ауыз. Көз қорқақ, қол батыр. бас аяқ. Өте жақсы, тамаша. Яғни құттықтаймыз. Ұпай сіздікі. Келесі. Айша, саған. Қай әріп? Гаухарда бар, Гүлнарда жоқ, Жауһарда бар, Сәуледе жоқ. Г әрпі, Н әрпі, Х әрпі. Тезірек. Тез жауап беріңіз. Жылдам. Н әрпі. Н әрпі. Н. Я. Қателестіңіз, ұпай жоғарттыңыз дейді. Енді келесі бір сұрақ Жәнібекке береміз. Жәнібек саған. 114-ші тапсырма. Жеңімпазға сұрақ. Мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін мақалды тап. Әкесі Жомарттың туған күніне қандай сыйлық жасайды деген мәтін екен. Жыл сайын мамыр айында Жомарттың әкесі үйінің жанына бір топ жас қарағай көшетін отырғызады. Қазір олардың үйінің алдында жап-жас 6 түп қарағай иық тіресіп өсіп тұр. Жомарт дүниеге келгелі бері әкесі баласының туған күнін арнап белгі ретінде бір топ қарағай отырғызуды әдетке айналдырған. Енді міне 7-ші қарағай да осы мекеннің сәні болып жайқалады. Яғни Жомарт неше жасқа толған екен? 7 жасқа толған. Енді осы мәтінге байланысты мақалды табайық. Бір тал кессең, 10 тал ек. Бабалар еккен шынарды балалар саялайды. Ағаш тамырымен, адам досымен мықты. Өзіңіз табыңыз. Бұған енді 1 минуттай уақыт беруге болады. Айтпаймыз қасыңызда бала, ұпайдың бәрі жоғалады. Ата-анасы мешет етпес. Бысы. Бысы дейді. Бабалар еккен шынарды балалар саялайды. Керемет. Жауабыңыз өте дұрыс екен. Енді келесі бір сұрақ. Болды, балалар, сосын біздің бүгінгі сұрақтарымыздың бәрі қаралды. Мына жерде ашылмаған сұрақтар ол келмей қалған балалардығы. Оны қазір қызық ретінде Еламанға сұрақ қойып көрейік. Жауап бере аламын екен, е? Бірде бір ұпай жеңе алмады. Ұпай алмады, бірақ қатысты. Ал Еламан тыңдай қой. Тасымалданбайтын сөзді тауып көр. Оқу, мектеп, мұғалім. Еламан. Еламан бар ма? Айта ғой. Тасымалданбайтын сөз тауып көр. Оқу, мектеп, мұғалім көрейік. Керемет, ұпай сіздікі екен, я Еламан. Енді келесі бізде тағы кім ала алмай қалғандар бар? Болды, я? Енді мына қорытынды шығарғанша сіздерге мына 3 сұрақ қалды ғой. Сол сұраққа жай көрермендер ретінде жауап берейік. Келсек па? Кім бірінші айтады, сол ұпайға ие болады екен. 105-ші тапсырманы көрейік. Программа деп аталынады. Одан бастасаң темір түйген шебермін. Зыны қоссаң білім саған беремін. Ұста, мектеп, ұстаз. Кім жауап бергісі келіп тұр? Ұстаз. Бәрімізге осы ұпай беріледі екен. Жарайсыңдар, тамаша. Келесі. Жалқы есім сөздерін тап. 20 бал қалып қапты. Ауыл жылқы, Семей анар, нағашы дәрігер. Балалар, жылдам. Жалқы есім деген қандай? Семей анар. Өте жақсы. Семей анар екен. Өте жақсы. Енді мына жерде ең үлкен бал тығылып тұр. Онда 50 бал. Бірақ секунд уақыт беріледі. Сандарға қарап, қандай сөз жасырылғанын табуымыз керек. Мектеп оқушы. Мектеп оқушы. Керемет. Керемет білімді
балалар екенсіздер. Шапшаң ойлайтын. Шапшаң алғыр ойлайтын. балалар. Сонымен балалар біздің ойынымызды аяқталуға жақын. Қазір қорытындысын шығарайық. 1 минут. Жәнібек 120. Айша 60. Таңшолпан 30. Аяулым 50. Еламандікін 10. Сіз ол аяулымдық. Еламан 10. Таңшолпан қайда? Таңшолпан 30. Аяулым 50. Нұрайым. Нұрай қатысқан Жоқ, Аслан жоқ, Магомед жоқ. Жеңімпаздар. Жеңімпаз мынау болады. Мыналар қорытындыға шығады. Қазір қайтадан жіберейік. Балалар сендерге көрініп тұр ма, Гүлнар? Бәрін білгім келеді ойын қорытындысы. Ана нені жабасыз. Жауып тастайын. Жоқ. Қазір. Қорытынды көрінбей тұр ма? Көрініп тұрған жоқ, қорытынды. Қазір. Остановить демонстрацию. Остановить. Қазір балалар сендерге қайтадан. Мынаны жауып істеңіз, ананы істеңіз. Мынадан жауып істеңіз. Мынадан жауып істеңіз. Ал енді балалар көрінді ме? Қойып шығасыз ба тез? Жоқ, қолымыз қоймайды. Жоқ, бірінші айналымды балдарын қойып шығамыз. Қоймайды. Айта береді. Еліман 3-ші орынман. Ал енді, құрметті балалар, ұстаздар, бүгінгі ата-аналар, бүгінгі біздің бәрін білгім келеді ойынның қорытындысын шығаратын уақыт келді. Бірінші кезең, екінші кезең, үш кезеңнен тұрды. Мына қорытынды балымыз, яғни жеңімпазды қазір айтайық. Төленіп Жәнібек 120 ұпай жинады. Бірінші кезеңде қанша жинады? 10. Екінші кезеңде 20. Үшінші кезеңде 30. Төртіншіде қорытындыда 30 бал жинаған, яғни 120 балға ие болған екен. Құттықтап қояйық балалар. Келесі екінші Айша. Айша бірінші айналымда 10, екінші айналымда 20, үшінші айналымда 30, қорытындыда жоқ, ала алмай қалдың, 60 балға ие болдың екен. Қалдыбек, Еламан. Оған қосымша сұрақ бердік, 10 бал жинадың. Аяулым. Бірінші кезеңде жоқ, айта алмадың. Екінші кезеңде 20, 30, қорытындыға қатысқан жоқсың, 50 бал жинадың. Нұрайым келмеді. Таңшолпан біріншісінде жоқ. Қатысты ғой, қорытындыға. Қайтсеш, екі рет қатысты, екі рет дұрыс айтты ғой. Кім? Қайсы Нұрайым? Апай, мен қорытындыға 2 рет қатыстым ғой. Жоқ, қорытынды ол жай саналмайды, ол көрермендер ретінде. Сендер ойын бітіп қойғаннан кейін сұрадық. Кім? Бұл жерде Нұрайым жоқ. Нұрайым ең соңында. Таңшолпан 30 бал жинадың, е? 30 бал, 3 бала келе алмады екен. Бірінші Сонымен дұрыс біздің ашылмай ойынымыз аяқталды. Қатыспады Аслан, Магомед, Еркежан келмеді. Сонымен сіздерге Жәнібекті құттықтаймыз. Қызықты грамматика ойынына қатысқандарыңызға рахмет. Бұның бәрі өтілген тақырыптар. Балалардың нені білу, нені білмеу жатқанын білуге өте жақсы көмек ретінде алынып отыр. Марапаттарыңызды жылдың соңына таман мақтау грамотасы мен мадақтама грамотасын табыс етеміз. Қатысқандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма енді? Кері байланыс оқушылардан ұнады ма? Бұл ойын сендерге ұнады ма? Қай жағынан ұнады? Айта қойыңдар. Қандай әсер алдыңдар? Маған бұл ойын ұнады. Менің дауысым естіліп тұр ма? Маған да бұл ойын ұнады. Құрметті ұстаздар, осындай іс-шара өткізіп жатқандарыңызға сіздерге көп рахмет. Балалар, орын, мақсат қатысу, қатыстыңдар, білімдеріңді шыңдап көріңдер. Барлықтарға көп рахмет. Алда сендердің алар асулары көп.
әлі де көп күш жинау керек, дайындалу керек. Бұдан кейін де осындай жарыстар өткізіліп тұрады. Сол үшін барлықтарыңа алда тек қана жеңіс, жетістік тілеймін. Рахмет Гүлнара Қожина. Рахмет. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Осымен біздің бүгінгі сайысымыз аяқталды. Sağ olun. Сау болыңдар. Sağ olun. Sağ olun. Сау болыңыздар.